Assalamu алейкум, құрметті қауым. Бүгін біз кезектегі сұрақтарға жауап береміз. Жалпылама пайғамбар медицинасы мен халық емшілігінің айырмасы бар ма деген бірінші сұрақ. Биоток сізде қалай пайда болды деген екінші сұрақ. Сіз өзіңіздің үшінші сұрақ. Жаңағы клинический смерть болды ма, ұшып көрдіңіз ба деген сұрақ. Төртінші, чакралар бар ма дейді. Бесінші, чакралар мұсылмандарда бола ма дейді. Бесінші сұрақ. Сиқырларды көп сұрап жатыр. Мен сиқырлар туралы көп тақырыптар өткен видеоларда айтқанмын. Сиқырлардың қандай түрі бар, қалай құтылады олар туралы деп. Жалпы сиқырлар туралы менің видеоларым бар. Өткен видеоларды көріп шықсаңыздар болады YouTube каналында. Осы дін туралы, мына намаз сабағы, Құран сабағы, дәрет алу, осы ақида, сопылық ілім, барлық дінге байланысты сабақтардың барлығы, жаңа сиқырға байланысты сабақтардың барлығы өткен видеоларымда бар. YouTube каналын ашып көріңіздер. Қазір енді уақыт жетіп жатса, үлгеріп жатсақ айтамыз барлығын. Қай сабаққа үлгереміз, қай тақырыпқа үлгереміз, соған қарай. Ары қарай кейінгі бұл сабақты үлгермесек, кейін сабақты жауап береміз. Жалпылама пайғамбар медицинасы менен халық емшілігінің айырмасы бар ма деген бірінші сұраққа жауап беретін болсақ, әрине айырмасы бар. Осыны өкінішке орай көп адамдар түсіне бермейді. Жалпылама халық емшілігі әрбір халықтар арасында, әрбір ұлт ұлыстар арасында бар. Қайсы дінде болмасын, өзінің дәстүріне сай халық емшілігі қалыптасқан, әркім өзінің дәстүріндегі емдеу әдістерін қолданады. Мысалы, біздің қазақ халқында айтатын болса, қазақ халқында мысалы қортқы құю, адыраспанмен түтеду, жаңа жер ұшық беру, жаңа ұшықтау, жаңа теріге түсіру, адыраспанға, тұзға, суға жаңа түсіру, осылардың бәрі халық емшілігінде қолданатын әдіс тәсілдер. Сондай-ақ адал жануарлардың кейбір мүшелерімен де, жаңа өкпемен қағу, осындай жаңағы қан жағу деген, осындайлардың барлығы енді бақсылықтан қазақ халқында бұрын сол бақсылық кең түрде дамыған ғой, сондықтан бақсылықпенен келген әдіс тәсілдер де бар, халық емшілігінде араласып жүрген. Сол мына өзіміздің жергілікті әрбір жердің өзі Қазақстан территориясы үлкен кеңістікті алып жатқандықтан, әр территорияда, әрбір аудан аумақтарда, облыстарда болатұғын жергілікті тұрғындардың бұрыннан қалыптасып кетірген қолданатын емдер де болады. Халық емшілігіне бұл емдеу әдіс тәсілдері Құранда жоқ. Біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның медицинасына жатпайтын ем түрлері, бірақ адам баласының жалпылама пайдасы тиіп жатыр. Осы кезге тиіп келген ғой, жаңағы құйрық майдыменен жаңа сылайды, малдың өкпесімен қағады, жаңағы теріге түсіреді. Осы әдіс тәсілдердің бәрі бұрыннан қолданып келе жатырған әдістер. Жер ұшық береді. Ең бір осы әдіс тәсілдердің бәрі адамдарға көп қолданады. Құмға да, тұзға да түсіреді, адыраспанға түсіреді. Осы әдіс тәсілдердің барлығы жалпылама қазақ халқында, осы Орта Азия халықтарында кең түрде қолданылады. Ал енді басқа діндегі, басқа бізден алыста тұрған мемлекеттердегі, мысалы Америкадағы, немесе Австралиядағы континенттің, әртүрлі континент бар ғой, енді бізде әртүрлі жердің форматына қарай, жердің формасына қарай, теңіз, мынау океандар, құрлықтар бар, материктер бар. Әр материктерде қолданылатұғын сол жерде жасап отырған жергілікті халықтардың өздерінің емдеу әдіс тәсілдері бар. Дінге қатысы жоқ. Олар да халық емшілігіне жатады. Ал жалпылама халық емшілігінде біздің қазіргі заманда, осы заманымызға дейін жетіп келген халық емшілігінде қолданылу керек, пайдалануға жарамды әдіс тәсілдері бар, жарамсыз әдіс тәсілдері бар. Сондықтан да соны ажырата білсек, ары қарай пайдасын көресіздер.
Ал енді пайғамбар медицинасына келіп тоқталатын болсақ, пайғамбар медицинасында негізінен пайғамбарым саллаллаху ассаламның ғылымына, жаңағы хадистерге, сүннеттерге негізделеді. Бұл жаңағы қасиетті бұл емшілік саласы қасиетті Құран кәрімдегі рухи аяттарына негізделеді. Яғни пайғамбар саллаллаху ассалам ислам дінінің емдеу жолдарыменен жаңағы Құрандағы рухи емдік аяттар жаңа халық емшілігінен әрине бұрыннан қалыптасып кетірген дін, ислам діні келмеген кездегі пайда болып қолданып келе жатқан халық емшілігінен айырмасы бар. Осылай әртүрлі ауруларға Құран арқылы, Құрандағы рухия аяттары, емдік аяттары арқылы дем салады. Мысалы, жаңағы көз тілді дуа сиқырларды мына бұрынғы халық емшілігінде бір көшіріп, суға, тұзға, жаңа итке, мысыққа, жануарға, қуыршаққа әртүрлі жағдайларда көшіріп, сондай көшіру әдіс тәсілдемелерін көп қолданған. Ал енді біздің пайғамбар медицинасында көз тілді дуа сиқырларды шығаратын дұғалар бар, арнаулы дұғаларды, осыларды оқыңыз, қолданыңыз деп пайғамбарымыз саллаллаху ассалам өзі айтып кеткен. Ол дәлелденген бұл көз тілді дуа сиқырларды шығаратын дұғалардың пайдасы барын біздің ислам ғұламалары дәлелдеп те кеткен. Оны мен де дәлелдеймін 100% деп. Мен өзімде де сол дуа сиқырды алғашқы рет өзіме ішкізілген дуа сиқырды осы Құран аяттарын, Құрандағы рухи аяттарды, емдік аяттарды пайдаланып өзімдегі дуа сиқырды шығарғанмын, өзіме дем салып, өзімнің шірткі жазып ішіп, сол кезде көргенмін кереметін Құранның, қасиетті Құранның шексіз пайдалы емден береді оның, күш береді оның, тазартады оның. Сондықтан да мен сол нәтижені өзімде көргеннен кейін қазіргі кезге дейін сол адамдарға де осы рухи аяттарын оқып дем салып және шірткі жазып беремін. Жаңа дуа сиқырдың түріне қарай оқылатын өзінің тәртібі болады, емдік аяттар болады. Кей адамдарға жеңіл дуа сиқыр, сол дуа сиқырдың да түрі болады ғой, енді көз тілдің де түрі болады, дуа сиқырдың да түрі болады, ішкізілген түрі болады, жаңағы суретіне жасалған дуа сиқыры болады, отбасына жасалған, жұмысына жасалған, жолына жасалған, жалпылама бизнесіне жасалған, мына кәсібіне жасалған әртүрлі дуа сиқырдың түрі көп. Және оның жасалатын форматы да әрқалай. Сол қандай форматқа, қандай түрге, қандай аяттарды оқуған тиімді, соның барлығын мен өзім зерттеп шыққандықтан, оны өмірде тәжірибеде қолданып жүргендіктен мен сол әдіс тәсілдерімді қолданамын. Бұл туралы осы пайғамбар медицинасы, халық емшілік деген бірінші бөлімде кең түрде сабағым бар. Сол сабаққа қатынассаңыздар, толық түсініп кетесіздер. Өздеріңізді де айналаңыздағы адамдарды дуа сиқырлардан тазартып үйренесіздер, тіл көзден тазартып үйренесіздер. Жалпылама басқа адамдарды тазартуға болады, өзіңді де тазартуға болады. Осы пайғамбарымыз саллаллаху ассаламның айтып кеткен рухи емдік аяттарын пайдасы шексіз. Енді адал тағамдарға да, жаңағы жанды жансыз заттарға да дем салуға бола ма, болатын түрлерін мынау деген сұраққа жауап берсек, әрине болады. Қалай қолдану керек, қандай шөптерге дем салуға болады, қандай шөптерге болмайды, немесе қандай заттарға дем салуға болады, не болмайды. Бұл туралы сол пайғамбар медицинасы сабағында айтамыз. Хиджама мен пиапканың айырмасын айтамыз. Екеуінің айырмасы бар. Қай жерде айырмасы бар, оны қай жерде қандай ауруға қанша мөлшерде қолданады, неше рет қолдану керек, қалай қолдану керек, оның барлығы ол сабақтарымызда айтылады. Енді екінші сұрағымызға келетін болсақ, жаңағы биоток дегенге келетін болсақ, әрине биоток бар. Бұл биотокты мен өз басымнан өткергенмін. Биотоктың өз басымда пайда болғаны
және қалай пайда болды, қалай ол қолдандым, бұлардың барлығын кең түрде жаңағы сол сабақты өткен кезде көрсетемін, айтамын. Жалпылама қысқа айтатын болсам, осы мен биоэнергетика, космоэнергетика, жаңағы ғаламдық ақпараттық информация деп қазіргі кезде айтып жатырған болса, мен ғаламдық ақпараттық жаңағы білімдерді білімдер маған 9 класста, 10 класста келе бастарды. Жалпылама көп аяндарды мен сол осы ғаламдық ақпараттық ілім білімдерді, ғылымдарды 10 класста бастап маған толыққанды түсе бастады. Күнделікті кәдімгідей мені сол ілімнің ізіне түсіп кеттім десем де болады, сол аяндардың ізіне. Бірақ енді оны жариялап ешкімге айтпадым. Оны бір жағынан айтуға қорықтым, бір жағынан бәрі біле, бәрінде де сондай болады деп ойладым. Ал өзім енді бала кезімнен бастап, 3 жасымнан бастап, мен Құдай деген сөзді әлі есімде. Құдай деп жаңағы мамам ауырған кезде, мамамның қасында, жаңа мамам ыңырсып жатқан кезде, Құдай мамамды ауыртпашы деп тілеген есімде. Сол кезде артында бірақ жаңа інім бар еді. Анам екінші баласына, жаңағы кейінгі баласына, қызына жаңағы 2 қaba деді. Сол кезде мені Құдай жаңағы мамам ауырмасын деп, мамамды жазшы деп тіледім. Сол тілегім қабыл болып, мамам бір уақыттары ыңырсып ыңырсағанды қойды. Одан кейін тағы да мұғжиза болды. Сол қызы туылғаннан кейін тағы да біз түнде, жаздың күнде далада жатқан кезімізде, сол Құдай, мамам қатты ауырып түрегеліп отырған екен. Сол кезде менің артымда демек 2 бала бар, бір ұл бір қыз. Сол кезеңде түнде мамамның ыңырсып ауырып жатқан даусынан оянып, кәдімгідей Құдай жаңа мені естейтін білем, өзі кішкентаймын ғой, енді 5 жастағы баламын. Сол кезде Құдай мамамның ауырмаған берші, мамам ауырмасын, орнына мен ауырайын, мамам мына өліп кетеді деп қорқып жүрмін. Сол 5 жастағы бала өлетін, адам өлетін біліп жүрмін ғой енді. Мына артында 2 баласына жылап қалады, кішкентай деп, балдардың қызығын көрсін деп жаңағы тілеп, жылап отырып тіледім. Түннің уағында далада біз шымылдырықтың ішінде жатырмыз, әкеміз жоқ. Жаңағы сол кезеңде жаңағы бір уақыттар көп тілеп отырмын, жылап тілеп отырмын, жаңағы өліп қалады деп қорқып түнде. Шымылдырығымда жаңа пешахананың бүйтіп шығарсам, басымда далада тас, түнек, жұлдыздар бар аспанда. Осындай кезде мамам жаңағы ыңырсығаны қойып басылды. Содан сол кезде менің білем, мені Құдай естіді, Құдай тыңдады, Құдай бар екен, білем ғой өзі. Құдай бірақ мені естиді екен ғой деген ой мен сол кезден басталған. Алғаш рет Құдайға жалынған кезім 3 жасымда болса, 5 жасымда Құдай мені тыңдайды екен, Құдай мені естиді екен, менің айтқанымды естіп, жәрдем береді екен деген түсінік мен 5 жасымда қалыптасқан. Осыдан бастап мен Құдай дегенді жай Құдай деген деп сөйлемеймін, Құдай деген деп айтқан кезде іштен кәдімгідей рухани деңгейде, жоғары деңгейде ішім толып тұрады. Рух, Құдай, Алла Тағала, енді бәрі бір сөзге айналып кетті. Құдай енді парсылық тіл қалыптасып кеткен. Жалпылама бізде Алла деп енді арабтың келген тіл. Жалпылама қазақтар көбі кейде Тәңір деп сөйлейді. Жалпылама енді біз өзіміз Құдай, Алла деп үйренгенбіз бала кезімізден. Құдайды көп қолданғанбыз, енді қазіргі кезде Алла дейміз. Енді осы Қазақстанда, енді жалпылама Өзбекстанда Алла Құдай деп сөйлейді. Сол Құдай деп деген түсінік менде сол 3 жасымнан бастап, есімді білгеннен бастап білемін. Сол 5 жасымда алғаш рет түсіндім. Құдай десе мен түсінеді екен деп. Сөйтіп әрдайым мамам ауырса, Құдай мамамды ауыртпашы, Құдай мамамның ауруын берші, мына бөпелер жылап қалады, артында балдар ем алмай қалады, аш қалады деп соларды айтып жылайтынмын. Сөйтіп жылап отырып, Құдай деп Құдай мамама ем бер деп отырсам, шынында да мамам жазылып отыратын. Сол менде
анам дүниеден өткенше сол ситуация барлы уақыт қайталанып отыратын, ауырған сайын мен сөйтіп тілеп үйреніп кеткенмін ғой. Оны тілемесем мамам жаңа қиянат жасағандай болатын, сондай сезім болған. Жалпылама Алла тағаланың, Құдайдың бар ақиқат. Енді өйстіп жүрген сол кезеңдерден бастап мен енді кішкентайымнан бастап жаңағы руханиятты көре бастадым, періштелерді көре бастадым, әртүрлі жарықтарды, жазуларды көре бастадым. Кенеттен мына экран ашылып кетеді, жаңағы тағы экранның ашылуында, бірінші рет экранның ашылуында анам қатты ауырып жатқан кезде сыртқа шығып Құдай деп тілеп жылап тұрған кезімде, тұрған жерімде экран ашылып кеткен. Құдай мамамды ауыртпашы деп қиналып жатырған бүйректен приступ беріп. Сол кезінде алдымда экран ашылып кеткен. Экранды ашылды да сол кезде бір маған нұр түсті. Ол кезде мен 9-шы класс кезім. Сөйтіп мамама бардым да, енді жаңағы адыраспан түтетпекші деген бұрыннан бар нәрсе ғой енді. Сөйтіп мамамды жаңағы білмеймін ғой енді, бетоқты қалай қолданады, қалай емдеу керектігін білмеймін. Әйтеуір құйрық маймен сылап жаңағы адыраспанды түтеттім, енді білгенім сол ғой енді. Сөйтіп Құдай деп жалынып жүр, мамамды ем берші, мамамды ауыртпашы деп. Осындай жаңағы сорпа істеп беріп, терлетіп, от жағып, қыстың күні еді. Анау қар жауып тұрған жоқ, далада қар жоқ, бірақ құрғақ болады. Ол жақтарда, ауылда сол февралдың аяғы, марттың бас кездері болу керек. Отты жағып, кәдімгідей үйді ысытып, сорпалап, адыраспанды түтетіп, құйрық майды жағып, білген емім сол ғой енді 9-шы класс кездегі жасаған емім. Сөйтсем, кәдімгідей мамамды босап, приступы тарқады, босадышы. Осындай нәрселерді басымнан көп өткерген адамын, өмірімше жаңағы анам қасиетін ұстамаған екен, кейін ғой енді ғой біліп жүргеніміз, кейін білдік қой. Білдім ғой, сол енді қасиетін ұстамағанын қасиет қысады екен ғой анамды. Жарықты сол қасиетін ұстамағандықтан енді әртүрлі ауруға душар болды. Оның үстіне 10 бала туды. 10 баласын тәрбиелеп өсірді. Сондай-ақ өзі үйде күні-түні қонақ, көп айырылмайтын қонақшыл болдық. Әкеміз қызметте болды, қонақ көп күтетін біз, жаңа әсіресе кішкентайымызда біздер есімізде қонақты көп күтіп, сол ұйқысы да дұрыс болмайды, дұрыс та демала алмайды. Бір қора малы бар, бір қора бала шағасы бар, қонағы бар, бәріне сол анам өзі үлгеретін. Енді біз әрине көмек береміз, сондықтан да жалпылама айтпағым, әрбір адам өзінің қасиетіне ие болған дұрыс болады, қасиетін мойындаған дұрыс болады бұл жерде. Жаңағы биотокта, биоэнергетикада, жаңағы демнің салуында, олардың да бір өзінің қасиеті, ерекшелігі болады. Оны қолданатұғын, пайдаланатұғын қасиетті ерекше адамдар болады. Барлық адамның демі қабыл болып кетпейді, дұғасы қабыл болмайды. Қанша оқып, Құран оқып, дем салса да демі қабыл болмайды, емі жүрмейтін адамдар болады. Ақиқи демі жаңа оқып дем салған кезде емі қабыл болып, емі жүріп кететін адамдар болады. Енді жаңағы биоток дегенге келіп жатырмыз ғой, биотокты бастау үшін сұраққа жауап беру үшін айтып отырған тақырыптар ғой, енді сұрақтар ғой. Бұл жерде жаңағы клиникалық смерть көрдің ба деген сияқты, ұшып көрдің ба деген сияқты сұрақтар да бар да, сол үшін бәрі аралас түрде жауап беріп жатырмын. Жалпы есіме түскендерін. Жалпылама осы мен анау сол жалпылама ақпарат аян алу мен кішкентай кезімде басталған. Ұшатынмын, кішкентай кезімде әрдайым ұшып жүретін, денем үлкейіп кетеді, сөйтіп басым ауырып қалады. Кейіннен басым ауырды деп әкемнің алдына жататыным есімде, басымды папаның алдына қоямын да, жаңа папа уқалап беретін, мына жерімді бүйтіп уқалайтын, басымды уқалайтын, басым шығып баратыр деп. Мен өзім сол денем басым ұшып кете беретіндей сияқты, жаңағы басым ұшып кетеді, денем ұшып кетеді деп
бір жаңағы түсімде түнде ұйықтап жатқанда ұшып жүрем ғой, енді күндізде сол қысады да, сөйтіп ұшып кететін сияқты, басым сабаққа баруым керек, басым ауырып жатыр, денем ұшып кетеді деп қорқатынмын да, басым әзір тағы ұшып кетем, сабаққа үлгермей қалам деп. Сол кезеңдерде сол жаңағы дәрі жемейтінмін, дәрі бермейтін, бірақ басында папа бүйтіп уқалап сипалап жаңағы нығылатын, жаңағы мамам сорпалап береді, әйтеуір екеулеп әйтеуір өздерің білген емдерін жасайтын, сонда тауыр болып кететінмін. Енді ол кезеңдерде сол сонда оны да енді түсініп жатырмыз ғой, мынау оның барлығын сабақта айтамын енді. Одан кейін сол жалпылама көріп жүретінмін, әр нәрсе көріне беретұғын, содан үйге кірсем де шықсам да мына жаңағы қасымда жүрген жаңағы бейнелер деп айтайын, енді мақлұқаттар деп айтсақ болады, жалпылама жаңағы көрініп жүрген маған бейнелер, оның періште екенін кейін білдім. Жаңағы ол менімен бірге ішке кірді ма сонда деп үйге келіп алып есіктің артын ашып тексеретінмін. Үйге ана шкаптардың ішін көріп алам, шифонерлерін, кроваттың астына үңілем, тығылып тұрмай, менің қаяғымда тұр деп не. Осындай қызықтар болды. Жалпылама оның енді үйге сол кезде жаңағы қайдан білейін, оның жаңа өзінің қолдаушы, қорғаушы періштелерің барлық уақыт өзіңмен бірге жүретін. Мен соны білмеген ғой. Қазір далаға шықсам үйде қалып қоятын шығар, даладан келген кезде үйге кірмейтін шығар, көрейінші деп жаңағыдай қылып жүрем ғой енді. Ол барлық уақыт жүре беретін, білмеймін ғой енді ол кезеңдерде. Осындай қызықтар өте өмірімде көп болған. Тоққа, бетоқтың да пайда болуында қолымда бетоқ жабысып қалған, қолымның бетоғы күшейіп, жаңағы осы емші жолға түсердің алдында мынау мұғалім болып жұмыс істеп жүрген кезімде мына ағаштарға дейін жабысып қалған, ұстаған нәрселердің бәрі жабысып тоғыра беретін болды. Содан қолым от болып тоғырады, өзім жаңағы жатсы киім кисем де, диванда жатсам да тоғырып жатады. Барлық жерім кәдімгі жыбырлап, кәдімгі денем бәрі тоқ сияқты болып тұратын. Содан енді бір күні жаңағы өзімнің оқытқан оқушым балам бар еді. Сол баланың класс жетекші болып жүрген, сол балаға алғаш рет ем жасадым. Көзі 4 рет операция болған, +9, +11 екен. +11, +13 екен. Сол балаға мынаны мен партаның алдына, досқының алдына отырғызып қоятынмын, сөйтіп жазатын, ол көзі ілмейді алыстан очкименен де. Соны емдегім келіп, кәдімгідей ұстағым келіп, қолымды екі қолым басым келіп тұрды. Содан мектепте оны білмейсің, өзі ол кезде мен жас қызбын, 25-ке шығып жатырған боевой мұғалім қызбын, комсомол комитетінің секретарымын, класс жетекшімін, физика астрономиядан сабақ беріп жүрмін, бір мектепте бір физикпін. Содан жаңа балаға айттым, мен түстен кейін біз үйге 10 минутке келіп кетті, көзіңді сенің көрейін деп не. Ол бала да келді, содан бір 10 минуттай екі қолымды жаңа ашкісін алып тастап көзіне басып едім. Ой, ұстаз табады, көзім деген қызып жатыр, денем деген рахаттанып жатыр, күшті болып жатыр, көзім ашылып кетті деп, бірден жаңағы қолымды алған кезде көзім ашылып кетті деді жаңа бала. Содан бір апта қарадым, сөйтіп докторға жібердім, қалаға барып көзіңді өлшетіп қайт деп. Жаңа баланы аяп жүрмін, енді тақтадағы жазуды көрмейді. Алдына шығарасың, басқа мұғалімдер шығармайды, мен шығарып отырамын сабақты алдыға қарай. Партаны ысырып, досқының алдына қоямын, жазуын, тақтадағыны жазу үшін. Сосын ол бала барып өлшеткен, бірақ мен емделдім деп айтпа дедім да, очкиімді тексеріп бер, көзім тексеріп бер деп айтты. Сөйтсе ол баланың көзі +7, +5-ке түсіпті бірден. Ол қалай болды депті, енді бұл айтпаған, енді сосын менен +7, +5 очкісін алып келді, тағы жүрді. Содан тағы да бір апта қарадым, енді тағы жібердім қалаға, жаңағы неге өлшетіп кел деп.
окулистке барып очкеңді өлшетіп очкеңді ауыстыратын тағы өзгеріс болды деп сөйтіп +3 +1-ге түсті соңында. Енді жаңа врач сұрап қоймайды дейді, қалай бұл өзгеріс болып жатыр, сенде не мұғжиза болып жатыр деп, летающий тарелкаге келді ма, кездестің ба деп. Сол кездер сондай әңгіме көп болушы еді ғой. Мен айтпа дедім, айтпа, ертең анау жұмыстан шығарып жібереді мені деп, не жаңа болмайды деп. Содан енді ешкім еспеу керек деп сөйтіп отырмын ғой. Енді дегенменен +3 +1-ден кейін мен енді одан артық көзінде өзгеріс болмайтынын түсіндім. Өйткені 4 операция болған, соныменен сол +3 +1 менен қалды о бала. Сол менен партаның мектеп класстың артында да ортасында қалаған жеріне отырып тақтадағыны жазуды көре алатын болды. Біздің жетістігіміз сол кездегі алғашқы. Сол басталып кетті. Енді әрине әке шешеме қарағам ғой, енді ол әңгіме басқа ғой. Енді әке шешең мені қызым айтпайды ғой, енді ол қызым қарап жатыр, өйтіп жатыр, бүйтіп жатыр, сондай болды деп. Бірақ осы баладан кейін жаңағы елдер қалай естіп кетті да, халық жалпылама ұлымы халық естіп, бірден үйдің ішінде адам қаптап кетті. Bir күн сабақтан келсем, үйде бір 10-15 адам отыр ғой. Біреуі колоскеде отыр, біреуі таяқ ұстап келген, біреуі аузы қисайып отыр, біреуінің жаңа ақырып шақырып кекіріп отыр. Сөйтіп не істерін білмеймін, жаңа ем жасау керек екенін білем. Сөйтіп оларға ем жасадым, сеанс өткердім. Сол кезде общий залға кіргіздім де сеанс жасадым. Емдемеймін, қайта беріңдер десем, қайтпайды жаңа қыздар. Сосын әке шешем де біледі, ем жасағанымды өздерінде өзгеріс болған біледі. Сосын балам-ау, енді ана балада өзгеріс болып жатыр, біздерде де өзгеріс болып жатыр. Мына кісілер қайтты дегенменен қайтпай жатыр. Енді көрсейші, енді бұл да берген Алланың жаңағы нығметі шығар. Жазылып кетсе қаншама сауап аласың, осы адамдардың батасын аласың деп не. Сөйтіп әке шешем сөйделесін, мен жаңағы залға кіргізіп, оларға ем жасадым, сеанс өткердім. Бір уақыттары жаңа таяқ тастап келген, колоскеге мініп келген кісілердің бәрі колоскеден түсіп жүріп кетті ғой. Енді осындай мұғжизалар болып, ізіне адам қаптап кетті. Үстімнен арыза жазды, медициналық образованиесі жоқ, документі жоқ. Адам көріп жатыр, Құдай деп сөйлейді, жаңағы қыз болып орамал тартады, ақ орамал тартады, жаңағыдай адамдардың бәрі раяға барады, ишан қыз дейді, ағишан деп айтады, әулапа деп айтады деген сияқты домалақ арзалар түсе бастады. Әрі менің сыртымнан жаңағы осындай ол арзалардың барлығын жаңағы кейіннен өздері жазған адамдардың бәрі кешірім сұрап келді. Жалпылама әртүрлі жағдайларды жас кезімізде 25 жастамын сол кезде. Сол 25 жасымда бірден атақты СССР-ға дейін менің даңқым таралып, сол кездегі жасап отырған болып отырған мұғжизалардың бәрі таралып кетті халыққа. Сол үздіксіз күні-түні адам қабылдадым. Сонымен түске дейін бір мезгіл сабақ оқытып келдім, бір мезгіл адам қабылдадым. Бірақ түнде де ауылда өкінішке орай келе береді. Туалмай отырған әйелдер демсалып талып қалды, құлап қалды, баласы талып қалады, әйтеуір түннің бір уағында да келе береді ғой ауылда. Сондай болды. Осындай мен жас кезімнің бары, жастық шағым бары осылай өтті. Менің қатарым ол кезде тұрмыс құрып жатты, қыдырып жүрді, әйтеуір балалы болып, шағалы болып жатты. Менде ондай планда жоқ, ондай ойда жоқ, оны ойлауға да шама жоқ. Бүкілі баса-бас адам қабылдау менен өмірім барлығы күні-түні оқушыларға сабақ беру, үлкенді кішілі адамдарға, халыққа қызмет көрсетіп, ем-дом жасау, рухани сауықтыру, рухани емдеу мәселелеріменен өмірім өтті. Адамдарға сол кезде дәрет алуды үйреттім, сабақ үйреттім, намаз сабағын оқытып үйреттім, Құраннан сабақ беріп үйреттім. Әріптерді мен Құрандан жаңағы алғаш өзім әріпін үйреніп, жазып, сызып оқып үйрендім. Кейіннен мына 99 жылы барып медресе бітірдім. Оған дейін өз бетімше үйренген едім. Осындай жаңа мына жерде қалай емшілік жолды бастадыңыз деген сұрақ бар екен, соған жауап бергенім енді. Ал енді сол биоток деген сол
биоток деген осылай менде пайда болды. Соны бірақ мен физик маманы ретінде түсіндіре алмадым. Бұл физиканың заңдылығына, өзіміздегі материалистік әлемнің заңдылығына бағынбайтын мәселе болып кетті да менде. Жаңағы мына жаңағы нені электромагниттік өрістер деген барады, электр тоғы деген барады, зарядталған бөлшектері болады, олардың күші қуаты болады дегендей. Қай кезде тоқ ұрады, қай кезде тоқ пайда болады, солардың барлығын білем ғой. Енді өткізгіштер бар, тоқты өткізетіндер бар, өткізбейтіндер бар. Өткізгіштер менікі енді тоқты өткізбейтіндерде де тоқ ұрмайды ғой, енді тоқты өткізбейтін. Менде болса бәрі болып кетті ғой. Темірді ұрсам да, қолыммен темірді ұстасам да тоқ ұрады, ағашты ұстасам да тоқ ұрады, киімді ұстасам bazбай мына жатып тұруым да қиын болып кетті, тамақ ішуім де қиын болып кетті. Ағаш қасықты ұстаймын, бәрібір тоқ ұрып отырады, іштен қалтырап отырамын, жаңағы кесені көтеремін, онда да тамақ тоқ ұрып отырады. Денем барлығы алғашқы кезде қолым тоқ ұратын болса, кейін денем бәрі тоқ ұрып қалтырап, жаңағы жаман бір түрлі күйге түсіп жүрдім. Сол кездерде енді өзімше физик болғаннан кейін соны түсіндірейін деп қанша өзім ізденіс жасадым. Менде не болып жатыр, өзі қалай бұл тоғырмау керек қой, ағашқа басқа затқа тоғырмау керек қой деп ізденісін жасап еш мәселені таба алмадым. Жаңағы бұл физика заңдылығына бағынбады, материалдық заңдылыққа бағынбады. Кейін бұл айналып келгенде енді кейіннен түсіндім, бұл Алла тағаланың құдіретімен болып жатқан ғайып әлемнің қолдауыменен, періштелердің қолдауыменен, ғаламның қолдауыменен, біздің көзімізге, жай көзімізге көрінбейтін әлемнің қолдауымен болып жатырған біздің жер бетіндегі заңдылыққа бағынбайтұғын әлемнің заңдылығымен болып жатырған іс-әрекет екенін кейін түсіндім. Сол тек қана бұны Алла тағаланың заңдылығымен ғана түсіндіре алатындығын кейін түсіндім дағы. Содан кейін қазіргі кезеңде осы Алла тағаланың заңдылығыменен болатығын сабақтарды, жаңағы ғайып әлемнің сабақтарын, руханияттың сабақтарын өтіп жатырмын. Физик, метафизик, биоэнерготерапевт, космоэнерготерапевт, парапсихолог, рухани емші маман ретінде. Жалпылама бұл жаңағы бұл менің физик болуымның да бір тағдырыма жазылғаны деп есептеймін. Тағдырыма физик маман болуымның да бір пайдасы тиді. Осы қабілет қасиетімді дамытуыма, өзімде болып отырған өзгерістерді ғайып әлемін толыққанды түсінуіме, энергия заңдылығын түсінуіме, ғаламның заңдылығын, Алла тағаланың заңдылығын түсінуіме, осы мамандығымның физик болғаны, педагог болғаным пайдасы тиді. Енді осы физика мамандығын, жаңағы осы ғайып әлемнің информациялары қашан келді деген сұраққа жауап беретін болсақ, енді ғайып әлемнің мен кішкентайымнан бастап өзі жаңа ұшып қонып жүрдім, аралап жүрдім, жаңағы әртүрлі ғайып әлемнің мұғжизаларын көріп жүрдім ғой. Әртүрлі жарықтарды көріп жүрдім, бірақ анандай нақты мынандай жазулар, сызулар, бір формулаларды ол кезде көрмейтінмін. Мынандай хабарламаларды, мынандайды істеу керек деген ондай хабар алмадым. Бірақ бұндай хабарларды сол мен ара-тұра жеке-жеке ара-тұра алып қалатынмын. Бірақ үзінді болатындағы толыққанды мен ала алмай қалатынмын дағы. Біреу тұрғызып жібереді, сабақ уақыты болды деп, әйтеуір бірдеңе болып, сол үзіліп қала беретін да барлық уақыт. Жаңағы мынау өзім кішкентайымнан жаңағы физик, математик, мұғалім боламын деп жүргенмін. Физика, математиканы басқа сабақтардан бәрінен 5-ке оқыдым, бірақ сол физика, математиканы өте жақсы оқыдым. Дағы мына әкем маған айтқан Рая қызымның басы қатты істейді, физик, математик, мұғалім боласың, физика, математикада оқытам деп
сол есімде қалды ма, әйтеуір физика математикаға ерекше құштар болдым. Жаңағы математикаға өте құштар едім, әсіресе есептерді шығарып тастай беретінмін. 5 класста 6 класстың есебін шығарып, сол 10 класста толық есептерді шығарып тастап, мұғалімнен сөз естіген кездерімде болды. Неге өтілмеген теманың сабақтарын шығарып тастайсың деп. Сондай құмар едім. Сол енді 10 класстың физика, 10 класстың жаңағы атом құрылысы деген сабаққа келген уақытта, атомның денелердің барлығы атомдардан тұрады, олар мынандай элементар бөлшектерден тұрады деген кезде таңғалып іздеп жүрмін, қарап жүрмін, әр затты салыстырып, ойбай, мынандай бөлшектен тұрады екен ғой деп. Содан жаңа бор постулаттары өтті, уровеньдер туралы айтты, секрет атомдардың секретін туралы. Сол кезде одан сайын таңданып, жаңа физикаға деген құмарлығым басып кетті ғой, жаңағы физикаға деген одан сайын құмарланып кеттім. Сол кезеңдерде жаңағы ғайып әлемінен, ғарыштан ақпараттар келе бастады маған. Мінекей, мен жаңа қатты қызығып, жақсы көріп, не деген керемет деп ерекше құмарлықпен қызығып жүрмін жаңағы физиканың заңдылықтарына. Не деген, сонда біздің борда жаңағы Ньютонда, жаңағы Эйнштейнде бәрі де сонда барлығы да сонда Құдаймен сөйлесетін болған ғой деп, мен сол кезде сондай ойыма келген. Сонда ол кісілердің барлығы осыны қалай білген, осыны қалай жазған, сонда Құдаймен сөйлескен, Құдаймен информация алған ба деп, сондай ойларды ойлап жүретінмін сол кезеңдерде. Сондықтан да сол кезеңдерде маған жаңағы қатты құмарланып кеткен соншалықты, сол әлемге кіріп кеткен соншалықты, маған ғаламнан, ғарыш әлемінен, ақпараттық информационный, космический информационный әлем деп айтып жатады ғой қазір кей адамдар. Сол ғарыш кеңістігіне маған ақпараттар түсті, Алла тағаладан ақпараттар түсті. Осындай ілімдердің барлығы туралы қалай жаңағы ақпарат алуға болады, қалай уровеньдер болады, жаңағы солардың барлығы мен сол 10 классымда толыққанды солардың барлығы маған информациялар, ақпараттар келді, аяндар келіп. Осы ғылым туралы, физика ғылымы, жасырын ғайып әлемінің, мына ғаламдық әлемнің информациялар, ақпараттары сол 10 классымда толыққанды үзілмей келіп тұратын. Бүйтіп жазба түрінде де, аян бойынша да келіп тұра беретін. Мен бірақ оны айтпадым. Осыны енді сонда да физика, математика мұғалім болам деп жүрген кезім, университет оқуға түскен кезде физика, математика факультетіне барып тапсырыс жасадым. Тапсырам деп барған, бірақ физика, математика деген факультет жоқ, екеу бөлек екен, физика немесе математика. Сол кезеңде қайсысын таңдайтынымды білмей, біреуін таңда деп деді. Мен сосын жаңағы физиканы бірден таңдадым, өйткені физиканың сабақтарды өткен кезде мен физика жаңағы заңдылығы бойынша информациялар алып отырғаннан кейін, хабарлардың барлығы ғылымы аян болып көрініп отырғаннан кейін физиканы таңдадым. Физикадан өзім сол кезде осында үйренем, физикада жаңағы физика факультетінде үйренем деп ойладым. Өкінішке орай ол физика факультетінде үйретпейді менің сұраныстарым, менің көріп жүргендерімді. Жалпылама жаңағы мен жаңа физикадан да математикадан да 5-ке тапсырыс сабақтан өттім. Ал бізді математикадан емтихан алған адам, мұғаліміміз, ұстазымыз сол кезде математика факультетінің деканы екен. Маған қайта-қайта айтып, сен математиканы шымшкідей шағып отырсың, жаңағы қайта-қайта маған қосымша есептер берді ғой. Бәріне шығарып отырсам, шпорың жоқ па деп тексеріп, математиканы қайта-қайта шымшкідей шағып жатырсың, сен физикаға бекерге тапсырдың, бізге кел деді, математикаға өзгерт факультетіңді деп. Бірақ мен физика деп нығылмадым, бармадым ол жаққа. Одан кейінде жаңағы университетте жүрген ол кісі университеттің проректоры болып қызмет етті. Сол кезде мен көрген кезде, физик қыз,
қалай сабақтар физик қыз, математика факультетіне өзгересің ба, әлде шанс бар деп айқайлап тұратын ол кісі. Содан сөйтіп амандасып қал жағдайымды сұрасып тұратын. Алла разы болсын ол кісіге. Осындай ұлы ұстаздарымыздың, адамның қабілет қасиетін бағалай білетін ұлы ұстаздарымыздың барынан шүкіршілік. Енді жалпылама сөйтіп мен физиканы бітірдім. Кейіннен енді жаңағы ойымдағы бар нәрселерді аспирантураға түсіріп, зерттеп, сөйтіп сол бойынша диссертация қорғайым деген ой болып жүріп, сол кезеңдерде мамам қатты ауырып, мен бітіріп жатырған кезде ауылға қайтуыма тура келді. Мамамның қасында болайын, ауылда жұмыс істеп, мамам қасында, мамама қарайын деп ауылдағы мектепке келдім. Сөйтіп мамама қарадым. Сол кезеңдерде одан сайын жаңағы руханият көрінді, өзім ауыра бастадым. Мамама қараймын деп ауылға келген адам өзім ауыра бастадым. Жаңағы әртүрлі бейнелер көбейіп кетті, күшейіп кетті. Жаңағы тоқ пайда болды, ұлыма ем болмай кетті, барлық нәрсе докторлардың берген емнің бәрі реакция беріп кетті. Айналып келгенде әңгіменің қысқасы жаңағы емші болып кеттім. Бір мезгіл мектепте сабақ бердім, бір мезгіл адам қабылдадым күні түні. Осылай жастық кезеңіміздің бәрі осылай өтті. Діндар, қатты діндар болдым. Жаңағы өзімді адал, таза ұстадым. Ойын сауыққа араласпадым. Арақ шарап ішпедім. Жалпылама бір жігітке қолымды ұстатпай солай таза күйде өскен қыз болдым. Сол ата-анама көп көңіл аудардым, үйде отбасына көп көңіл аудардым. Сыртқа қыдырмайтынмын, сыртта қонбайтынмын, сырттан тамақтанбайтынмын. Жалпылама осындай менде жастық кездерімдегі еске түсіп отырған, қазіргі айтып отырған бақыт біреуге пайдасы тиер деп айтып отырмын. Жалпылама сол 90 жылдан бастап ораза ұстадым, намаз оқыдым, қолыма Құран ұстадым. Құранды өз бетімше оқып, үйреніп, жазып, сызып үйреніп, 99 жылы барып медресені бітірдім. Осы кезге дейін 90 жылдан бастап қазіргі кезеңге дейін алдымнан адам үзілмейді. Жалпылама мен 20 жылы ковид болғаннан кейін мен адамды қазір тек қана онлайн қабылдаймын. Жеке күнде жаңа сабақтарым болғаннан кейін көп адам қабылдауға уақытым жоқ. Шәкірттер дайындап жатырмын. Құда қаласа осы шәкірттерім алдағы уақытта өздерін көрсетеді деп үміттенемін. Жалпылама сабақтарымызға қош келдіңіздер деймін. Біздің сабақтарымызға, қатынасуларыңызға, өздеріңіздің білімдеріңізді арттыруыңызға, өздеріңіздің тәжірибелеріңізбен бөлісуге, бізбенен қарым-қатынаста болуыңызға әрдайым біздің есігіміз ашық. Және де Алланың ғылымында шек жоқ, шексіздік. Алланың ғылымын, Алланың өмірін ешкім берген тағдырына баға бере алмайды, өмірін өзгерте алмайды. Егер Алланың тағдыры қатаң түрде осы жолға түсуді белгілеп тұрған болса, осы жолға түсу тағдырға бекітілген болса, одан ешкім жаңағы кетіп қала алмайды. Сондықтан да мен қанша уақыт емшіліктен бас тартқанменен, емшілік жаңағы тек мұғалім болып жұмыс істеймін деп қанша ұрын жүргенменен, бірақ кейіннен мен мұғалімшілік жолында арасында үзіліс болып кетті. Айырым жағдайларға байланысты тек қана осы салада отырдым. Осы зерттеу жұмыстары, ғылыми жұмыстармен отырдым, зерттеу жұмыстарымен отырдым. Қосымша сабақтар беріп отырдым. Ол физикадан жалпылама толыққанды ставкамен жұмыс істеуге мүмкіндік болмады. Толыққанды бір жерде орнығып жұмыс істеуге мүмкіндік болмады. Осы қасиеті жаңағы бүкіл жан-жақтағы нәрселерді көретін болғандықтан әрине мемлекеттік орында жұмыс істеу өте қиын. Біреуге бағынып жұмыс істеу қиын. Күні түні ол жерде жүре беру мүмкіндігіміз болмады. Сондықтан да оған да енді біз өкінішіміз жоқ. Жалпылама Алланың берген тағдырына ризамын. Аллаға сансыз шүкіршілік етемін. Ұлыма өздеріңізде түсінбей жүрген мәселелеріңіз болса, осы тақырыптар бойынша өздеріңіздің білімдеріңізді арттырғыңыз келсе, біздің сабақтарымызға, қатынасуларыңызға болады. Алланың игілігінде, Алланың берекесінде болайық, Алланың амандығында болайық.
Бұл айтылған тақырыптардың бары мен әзір ойыма түскенді үстіртін айтып отырдым. Жаңағы нақты сұрақтарыңыз болса, жауап беруге мен әрдайым даярмын. Жаңағы көп сабақ өтетұғын сабақтарымыз өте көп, бізде сабақта айтылатұғын сабақтар, жаңа тақырыптар өте көп. Сондықтан да сабақтарда қатынассаңыздар, кең түрде ұғынып түсініп кетесіздер. Әрбір адам қасиетті, әрбір адамның қасиеті бар. Әрбір адамның жаңа экстрасенсорлық қабілетін, сезім қабілетін, интуициясын ашуға болады. Әрбір адамды руханиятпен байланыстыруға болады. Әрбір адамның қолдаушы, қорғаушы періштесі болады. Бірақ та осыны игере алмағандықтан, көре алмағандықтан адамдар қиындыққа душар болады. Өйткені оны үйрететұғын, жаңағы оған жәрдем беретұғын, бас көз болатұғын, ұстазы болмағаннан кейін, оған бір нақты бір ғылым, мына бекітілген кітап үйрететұғын сабақ болмағаннан кейін, мектепте, институтта жазылған кітаптар болмағаннан кейін көп адамдар адасып шатасып кетеді. Сондықтан да біз осындай адасушылыққа, қорқынышқа, үрейге адамдар салынбасын, өзінің жолын тауып кетсін, Алласын танысын, өзін танысын, өзінде болып жатырған өзгерістерді дұрыс қабылдап үйренсін, адамдарға дұрыс көмек беріп үйренсін деген ниетпенен осындай сабақтарды мен өтіп жатырмын. Бұл сабақтарымның барлығы ғылыми түрде дәлелдегенмін, мақалалар жариялағанмын, жалпы дүниежүзілік журналдарға жалпылама бұл тақырыптар бойынша мен диссертация қорғап 5 деген баға алғанмын. Және жалғыз физик дінтанушы осы Қазақстанда осындай тақырыптарды қозғап жазған жалғыз физик дінтанушы, рухани емші, парапсихолог маман мен екенімді осы жерде айтып өтемін. Сондықтан жаңа биоэнергетик, космоэнергетик жалғыз осындай тақырыпты диссертация қорғап, осы тақырыптардың бәрін басын біріктіріп, құранмен біріктіріп, пайғамбар ғылыммен біріктіріп диссертация қорғап шыққан жалғыз қазақтың қызы екенімді осы кезде айтып өткім келеді. Мақтанған емес, бұл Алла тағаланың маған берген қасиеті, бақыт, байлығы, жақсылығы, абырой деп есептеймін. Аллаға сол үшін сансыз шүкіршілік етемін. Онда баршамыз амандықпен жүздесейік. Алла тағала баршамызға жар болсын. Алланың рахымына бөленіп жүре берейік. Бір-бірімізге көзқарасымыз дұрыс болсын, дұрыс түсінейік. Сабақтарымызға қош келдіңіздер деймін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп сабағымды аяқтаймын.